қосылды ма? Ассалаумағалейкум, қазақ елі, құрметті қазақстандықтар, Шымкент қаласының тұрғындары. Сіздерге бүгін міне Шымкент қаласына келіп, арнайы тікелей эфир жасап жатырмыз. Бұл тікелей эфиріміз біздің кешегі жаңағы өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың назарына және администрацияда отырған Тамара Дүйсенованы, Бауыржан Байбектің, үкімет басшысы Асқар Маминнің назарына біз жолдаймыз. Себебі осы Шымкент қаласындағы мегаполис атанған, ТМД мемлекеттерінің мәдени қаласы орталығы болып танылған Шырайлы Шымшаһардың қазіргі жағдайы күрмеулі мәселелер өз шешімін таппай, Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші несі Бауыржан Байбектің өзі келген кезде тапсырма берілген тапсырмалар орындалмай жатыр деген тұрғындардың шағымдарын тікелей Қасым-Жомарт Тоқаевқа президент аппаратына жолдаймыз. Біз Астарлы Ақпарат ақпарат агенттігі қазір арнайы халықпен сөйлесуге, тілдесуге шағым негізінде келіп отырмыз. Ешқандай ертең айыппұл, карантин кезінде халық жиналды деген мәселе болмасын. Тұрғындардың бәрі расстояние сақталған, ауыздарында тұмшаланған маскалары бар. Бұл жерде біз айтқымыз келген мәселе Шырайлы Шымшаһардың Азат микрорайонында қазір орын алып жатқан жағдай, жаңағы үйлер берілген. Ол жерде халық өздерінің жаңағы тұрғылықты үйлерін, тамдарын көтеріп салып алған. Алайда ол тамдардың сол жерлердің егелері шығып, ол үйлерді амал жоқ бұзуға немесе басқа біреуге босатып беруге тура келетін мәселелер қазір қозғалып отыр. Енді өзіңіздер ойлаңыздаршы, құрметті үкімет басшылары, бұл жерде қазір, например, қала тұрғындарын алатын болса, қандай қала болсын, Астана, Алматы, Павлодар, Петропавл, мысалға сол орталықтардың өзінде адамдар өзін тұратын пәтер ақысын жаңағы суға, жарыққа төлейтін ақыларын төлей алмай жатыр. Себебі бұл жерде мына карантинге байланысты, пандемияға байланысты көп кәсіпкерлер өзінің бизнесін домалата алмай кедергі болып, күн көру кішкентай қиындап жатқаны барлығымызға белгілі. Алайда өзінің жаңағы еңбегімен салған үйлерін құжатпен алып, енді не құжаты жөнді болмай, ол үйдің жаңа тұрған жерлерінің егелері шығып жатқанына айтты ғой кеше жолдауында президентіміз. Осындай кемшілікке, сыбайлас жемқорлыққа жол берген азаматтар немесе басшы шенеуніктер қатаң жазаға тартылады деп айтты ғой. Енді мен ойлаймын, осы жерді халықты осындай әуре сарсаңға салып, осындай кемшіліктер жіберген бұрынғы әкім болсын, қазіргі әкім болсын, қатаң жазаға тартуларын. Егер мегаполисті басқара алмайтын болса, керек болса қазіргі Айтеновтың өзі өз жұмысын босатуын сұранатын еді. Себебі халықты әуре сарсаңға салып, бүйтіп қинаудың қажеті жоқ. Осы әкімдерінде отырғаны осы халықтың арқасында. Сондықтан қазір біз халықты не айтады, қандай жағдайда өмір сүріп жатыр, ол кісілердің жаңағы жолдары қандай, көшелері қандай, анау высоковольтный деп айтамыз ғой, үлкен тоқ өтетін тораптардың жаңағы астарында үй салған, оған кім рұқсат берді? Жалпы Қазақстан Республикасында осындай рұқсат берілетін заңдар бар ма? Бәлкім біз білмейтін шығармыз. Сондықтан осы мәселеге құлақ тұрып, халықтың қазіргі айтатын сөздерін тыңдап, арнайы комиссия жіберіп, осы үйлерін тырнақтап тапқан тиын тебеніне салған үйлерін өздерінде қалатындай шешім шығарып беретін бір жол қарастырсаңыздар. Егер Нұр Отан партиясы ештеңе шеше алмаса, Бауыржан Байбек арнайы келіп Шымкент қаласында сөзі өтпесе, мен ойлайтын едім, ондай партияның, ондай Бауыржан Байбекті егер құлаққа ілмейтін болса, бізге қажеті жоқ, тікелей президенттің өзі араласуын сұрайтын еді. Енді сіз мені айтып жатсыздар ғой, мені тұрғындар өтіп, қандай мәселе болып жатыр? Мені кеше Бауыржан Байбектің өзі келіпті, облыстық телеарналар да түсіріпті. Бауыржан Байбектің сөзі Шымкентке өтпеді деген қаншама қауесеттер таралып кетті. Не жағдай болып жатыр? 2019-да Бауыржан Байбек келді, осы жерге келіп, бүкіл депутаттар, әкім мырза, қалалық әкім бәрі келіп, біздің жағдайымызды көрді. 105 үймай, сонда үйдің документі бұл жерде заңдастырылмаған. Бұл жерде халық көп. Бұл жерде енді 2009-да біз де сатып алғанбыз, біз де жертвамыз былай айтқанда. Біз де сатып алып кеп 2009-да салдық. Документі, мысалы, біздің астымызда енді 2020-да накладка шығып тұр. Ол хозяин келіп үйді сырам босатыңдар деп тұр бізге.
Ал біз 2011 жыл бойы, 2015-те алдым дейді, біз 2016-та қаулы істетіп алғанбыз. 2009-дан бері жүгіріп келе жатыр, 6 жыл бойы бітіре алмай жатыр. Әкім ауысады, 6 айдың ішінде ол болды, істеп берем деп бізге уәде берумен уақыты өтеді. Ары қарай жалғаспайды. Тағы да жаңа әкім келеді да, болды, сіздердің тірліктеріңіз қолыма алам деп мойнына алады да, бірақ сол күйі сол жабылған папка, жабылған күйде коробканың акиматтың ішінде шіріп жатыр мынандай нелер. Жалпы уәдесін беріп кетеді. Уәдесін беріп кетеді. Бауыржан Байбек мырзаның өзіне 6 айда мен бұл осы Азат Сауран ауданын тындырам, 6 ай бердім деген, 6 ай уақыт берем саған деп мырзаға айтқан, бірақ одан 1 жылдан аса уақыт өтті. Бірақ накладкасы жоқ кісілердің өзі документін заңдастырамай жатыр қазір. А біз накладкамыз бар, хозяинымыз келіп тұр, үйіміздің жанымыздан бөліп алып кетпекші. Сонда мен 5 баланың анасымын, күйеуім 2-ші топ инвалид, эпилептик. Мен сонда қайқа барамын. Мен сонда, мысалы, мен төбеге балалы болыңдар, Аллаға шүкір, Тоқаев мырзаға рахмет. Осы 42 мыңды арнады ғой енді, рахмет оған да. Соған күн көріп отырмыз. Күйеуімнің инвалидности бар. Енді сіздерден өтініп сұраймын, басшылық, біздің документімізді заңдастырып, қолымызға беріңіздер. Мен басқа жерге тастап кете алмаймын. Мен 1 метр жерімді ешкімге бере алмаймын. Менің 5 бала шағам бар. Берде барлығы өйстіп заржылап отыр. Мен вообще ұйықтай алмаймын түнде. Күніге үйімді қашан бұлар басып кетеді, үйімнен кеп алып кете ма деген қорқыныш басымда тұр. Балдарымды нормальный еркелете алмаймын да, үйімді алып кете ма деген қорқыныш менің мына жерімнен асып тұр. Тоқаев мырзаны мен өзім инстаграмда неғылып көрем, рахмет ол кісіге. Бірақ Тоқаев мырза біздің заңдастырып, біздің жағдайымызды көріп, жол салып, заңдастырып беруіңізді сұранамыз. Мен халықтар менің сөзім сөйлейді деп түсінемін. Енді ешкім жаңағы өзінің еңбегіне, өзінің ақысына, таза адал еңбегіне көтерген тамын беріп қояды деп біз де ойламаймыз. Себебі ол сіздерге енді жерді мысалға частный адамнан алған жоқ. Бізде сатып алдық, алданып қалып отырмыз. Біздің үстімізден деп сатып алған ғой. Енді соларда жер кадастры бар, басқа бар, акимат бар, оның барлығы сол мәселені қарау керек еді ғой. Демек, олар сол адамдарға жаңағындай жер берген егесі бар. Қаулы документіміз мені бар да, 2016-та осыны әкімшілікте қолымызға берді ғой мынаны. Наны берді бізге. Бірақ 10 комиссия мүшелері осыны қарап шешіп береді ғой мысалы ше. Олар неге береді астымызда накладка болса? Накладка ол кезде болмаған. Сөйтіп бізге таза деп берген бұны. Енді біз документке госактіге жүгіріп, наны қайтадан 2 жылдан кейін бітіп қалады арендалық. Соған жүгіреміз дегенде астарыңызда накладка бар деп бізді қайтарып отыр. Мен наны жаңартамай отырмын. 2018-де уақытымыз өтіп кеткен негізі. Соны жаңартамай жүгіріп осы жерде қанша қалалық акиматқа бардық, Қаратау акиматқа бардық, Земенийдің алдында қанша баламызбен барып шулап отырдық. Сіздер, олар Земений даже есігіне кіргізбейді, біз акимат шешеді болды. Солар сотқа беру керек. Накладканы адамын дейді. Ал акимат айтады, сендер берулерің керексіңдер, сендер бәрі ұтыласыңдар деп отыр бізген. А біз заңды оқымағанбыз. Мен 5 бала шағам туып, Аллаға шүкір да, мен неғылмаймын. Бірақ мен заңды онша білмегеннен кейін мен өзіме атақа жасайтсем, біреудің жерінде отырсың дегеннен кейін мен үндемей қайтам. Қалай сонда мен баяғыдан бері отырмын ғой. Мен баяғыда үндемей жылап қайтатым. Қазір тілім үйістіп шығып жатыр. Анаған басың бір соғасың, мынаған басың бір соғасың, тіліміз үйістіп шығады. Үкімет басшылары оппозиция деп айтпай-ақ қояды. Мен негізі оппозиция емеспін ғой. Жалпы халық осындай ызаланғаннан кейін шығатын шығар, шеруге плакат көтеріп. Митингке содан кейін шығар. Егер халықтың мәселесін шешіп беріп жатсаңыздар, жоғарыда отқан ағалар осындай облыста қалаларға, басшыларға сөздеріңіз өтетін болса, халық ызаланбай, бұндай наразылық болмайтын еді деп ойлаймын. Енді сіз айтыңызшы, жаңа сізге келіп үйіңізді жаңағы бұл менің жерім, менікі деп жатқан адам айттыңыз ғой. Біз 2009 жылы үйді салдық. Алайда ол кісілердің құжаттары рәсімделеді қашан? 2015-те мен сатып алғам дейді ол кісі. 2015-те ауызша айтты, документін бізге әкеп көрсеткен жоқ. Жер менікі деген адам айтып отыр ғой. Иә, біздің сауаттығымыз сонда документ әкеп көрсетпей, жаңағы менің жерім бұл дейді. Менің жеріме қораң нең кірсең де бұзып алып ал дейді. Бұл менің жерім, мен отказ берем. Андай қылсаң дейді. 8 соттық бір бәле, мен олардың сөзіне түсінбедім, бірақ жалпы 2015-те олар жерді өздеріне рәсімдеген, алайда тамды сіздер соқтыңыздар 2009 жылы.
мынандай ғой 2015-те рәсімдегенде тамды бұл жерде 2009-да салынған тамдар. Бұл жаңағы кеп заңсыз жаңағы накладка болып отқан кісілер 2015-те бастаған документті. Анық 2015-те ол документ бітпеген. 2018-де біткен ол кісілердің документі. Ал сонда біз мысалға баяғыда алдық қой осы накладка жоқ деп бізге берді ғой осы жерлерде, ше? Жаңағы решение шығарып берді ғой, решение дейміз ғой, шешім шығарып берді, қаулы шығарып берді. Сол кезде бізге қаулы шығарған кезде жеріміз таза, міне, жерлеріңіз таза деп берген. Біз уақытысында сондай қалтамыз... Ол жер сол құжатты кім берді, қай мекеме берді? Акимат берді ғой. Акимат берді. Осы мына Қаратауский акимат. Қаратау ауданы. Енді одан бері қанша әкім ауысып кетті одан. 6 ай сайын, жаңа айтып отырдық қой, 6 ай сайын, 1 жыл сайын әкім келеді, обещать етеді, міне істеледі дейді. Болды, әкім ауысып кетеді орнынан, басқа әкім кетіп қалады. Анау әкім келеді, міне бастаймыз дейді. Ол да ауысып кетеді. Сөйтіп өзі қанша біз әкімді ауыстырып жібердік та бұл жерде. Нақты жерді мына тамдарды алып фундамент құйып салғанымызда, каждый шурубының шегесіне дейін өзіміз қолымызбен қаққанбыз. Біткен кезде егелер пайда болды. Біз ұстажалдайтын шамамыз жоқ. Өзіміз қолмен қағып салған үйімізді, міне кеп, енді кеп менің жерім деп бір кісілер келіп тұрды. Жалғыз келіп тұрған жоқ. Әкіммен, акиматтың адамдарымен келіп тұр. Қаратауский акиматтың адамдарымен бірге келіп осы жерге келіп. Міне біздің жеріміз деп айтып тұрды. Акиматтың адамдары да енді біздер 2009-дан бері салып жатқан, салып тұрып жатқан үйіміз мынау. 2009-дан бері. Ол кісілердің қолына қарасақ, айтуларына қарасақ. Бірінші біздің сөзіміз естіп алдық. Біз айтарымыз айтып болғаннан кейін ол кісілер айтты. Біз 2015-те дейді біреуі 2013-те дейді. Бірақ документ алған сол кезде, бірақ документтер ол кезде де бітпеген. Ауыл шаруашылық қылып алған. Ол жаңағы жилой емес, ауыл шаруашылық қылып алған. Біреуінде 8-80 соттық, біреуінде 1 гектар, біреуінде 5 гектар деген сияқты да мәселе. Сондай алған. Бірақ 2013 дейікші, 2013-тен бері мына жерді ешкім көрмеген. Мына жерде үй бар екен ғой деп. Мына жерде мен үй бар жерді алыппын ғой. Мынаша сотты қолданысылмаған осы. Неғып жүрсің мен жерінде демеген ғой. Мынағанда шара болатын мысалға бізге үй беріледі ма, жер беріледі ма, қай жерден жер алсақ та 3 жылға дейін уақыт беріледі. 3 жылға дейін фундамент құйып бірдеңе көтеріп қойың керек. Туалет болса да көтеріп қойың. Ал ол кісілер 2013-те алған кезде мына жерге салмақ тұр, бір нәрсе салмақ тұр. Келіп көрмеген мына жерді. Кеше келіп тұр, осы воскресенье күні 2020 жылы келіп тұрған. 2020 жылы 7 жылдан кейін келіп, мына жерде үйлер бар екен ғой деген әңгіме айтып жатыр уже. Міне, накладка. Айтпасам, міне бәріміз осы жерде осы кісілердің бәрі 2009-дан бері тұрып келіп жатыр. 2000 жаңа Қаратауский әкімдік бұл жер таза деп беріп отыр. 2020-да там соғылып болғаннан кейін енді бұл жердің егесі бар деп жатыр. Демек сонда әкімдік халықты алдап отыр ма, айтыңыздаршы. Бұл Қаратау ауданы әкімдігі ол кім, например, да? Неге бұндай халықты сонша әуреге салып жатыр? Әлде бұл кісілердің бұл халықты қысу ма? Әлде халықтан аламай жатқан кектері бар ма? Бопты, рахмет, Бауыржан Байбек келіпті, тапсырма беріпті, мәселе шешілсін депті. Сонда Бауыржан Байбектің біздің жаңағы Нұр Отан партиясының осы Шымкент қаласына сөзі өтпейтін болса, онда біз кімге обращение жасаймыз президенттен басқа? Өтініш Қасым-Жомарт Тоқаев, осы мәселеге өзіңіз араласпасаңыз, бұл жерде ешқандай нәтиже шығайын деп тұрған жоқ. Я, журналистер, блогерлер, халықтың да біздерге көңілі қалып жатады. Олар түсіреді, көрсетеді, кетеді, болды. Жабулы қазан жабулы болып жатады деп. Жоқ, әр нәрседен сыннан бір нәтиже шығу керек қой. Мін түзелмей, сын түзелмейді дейді ғой. Сондықтан мен ойлаймын, егер президент аппаратынан жағы Тамара Дүйсеновна араласатын болса, президент немесе үкімет басшылары араласатын болса, бәлкім өз оң шешімін табады. Себебі мен өзім, мысалға, мені халықтың өзі айтып отыр. Біз жаңа президентімізге сенеміз, ол кісі тамаша жобалар жасап жатыр, үндеулер жасап жатыр, мемлекетте жұмыс жүріп жатыр. Жоқ емес, тамаша болып жатыр. Алайда бұрынғы басшылар осындай бір кемшіліктерді шешімдерін табу бізде өте қиын болып жатыр. Тек қана бұл Шымкентте емес, басқа мәселелерде, басқа облыстарда болып жатқан мәселе. Мен ойлаймын, егер Айтеновті жаңағы қазіргі әкімді осы мәселені өзі Нұр Отан партиясының Шымкент қаласына филиалдың төрағасы болып отырып, егер бұл мәселеге өзі келіп, мына халықпен кездеспесе, осы мәселені шешіп бере алмаса, Нұр Отан партиясынан Астанадан, Елордадан Бауыржан Байбек келіп тапсырма беріп кетіп, бұл мәселені шеше алмайтын болса, бұндай әкімдер орнын босатқан дұрыс шығар. Өтініш сіздерден осы халықтың
мін мұқтажына құлақ асып, қазір оңай емес ақша табу, там соғу. Қаншамыз квартирада жүрміз, оны білесіздер. Бұл кісілердің үйлерін тартып алу деген, немесе егесі бар деп қуып шығу деген бұл сұмдық масқара. Бұл масқараға жол бермеулеріңізді сұранамыз. Біздің қорқатымыз сондықтан мына қазіргі біз накладка болып отыр ғой. Ертең мына үйіміздің астынан біреу шығып отыр ғой 2015. Бізге әкім уақыт созып келатыр. Қаратау ауданының әкімі қазір уақыт созып келатыр. Біз білмейміз әзір олардың не істеп жатқандарын да. Қасында отқан жоқпыз, қасында жүрген жоқпыз. Ертең келіп уақыт созып келіп, бір күні келіп астымыздан келіп біреу тарс еткізіп мына жерді алып қойып, үйіңді сүрем деп мына жерге әкеп сүретін болып тұрса не істейміз сонда? Біз бала шағамен қайқа барамыз, ертең алда қыс келатыр. Әні-міне дегенше. Бір ай уақыт қалды, бір айдан кейін қар жауады, мына қар түседі. Мына көп балалы мына мүгедектер өңшің. Мүгедегі бар үйінде көп бала, 4 бала, 5 баласы бар, 6 баласы барлар бар. Нерде осынша бала шағамен қайқа барамыз? Міне көріңіздер, үйлеріміздің жағдайлары, міне состояниелерін көріңіздер. Нерде басқа жерден, этаж үйден жер алып, немесе коттеджі бар үйде адамға ұқсамаймыз біз. Жағдайымыз төмен болғаннан кейін, жағдайымыз төмен болғаннан кейін осы жерден арзандау алғанбыз. Үйге очередке тұрғаныма 8 жыл болды. Үкімет маған беріп жатқан жоқ ешқандай көмек. Неге мен өз отырымды өзім қасып неге кетпеймін мен? Әлеуметтік көмек сұрап, бір там бер, басқа бер, нан бер, шай бер деп жатқан жоқсыз. Өздеріңіз артық нәрсе сұрап бар тамдарыңыздан айырылып қалмау. Осы тұрған жерімізді заңдастырып алсақ, соған да рахмет айтамыз. Бізге сол керек. Бізге келіп ананы істеп бер, мынаны істеп бер деп жатқан жоқпыз. Бізге жаңағы 42 мың алып жатқан жоқпыз, ананы мынандай демейміз. Бізге осы тұрған жерімізді, осы қалпымызды, мына үйімізді заңдастырып берсе, заңдастыратын қылып. Арсымызға жаңа накладка дегенді сол кісілер береді, сол кісілер шешіп проблемамызды. Жаңа бізге енді үлкен проблема. Бұл сіздердің бастарыңызды білмеймін, қандай проблема екен. Біз үшін бұл үйді бір шұрыптап, бір шегелеп, теріп, жиналып әкеп салған үй мынау. Бір шұрыптап сатып алған үй. Салып, өз қолымен қағып, өз қолымен бұраған үй. Мынау біз үшін үлкен еңбек та. Мынандай біз қайтып өз жерге салуымыз үшін 10 жыл ма, 20 жыл ма уақытымыз керек қайтадан. Бізге астасып бара жатқан біздің іштемеміз жоқ. Ол өкіметтен сұрап отқан жоқ. Өзінің таза еңбегі, әркімнің өзінің таза еңбегі, барына қанағат тұтып отырған адамдар бұл жерде. Біз барып тамымыз салып бер, тасымыз салып бер деп отқан жоқпыз бізге. Тек қана құжатымызды заңдастырып берсеңіздер болды. Басқа еш нәрсе сұрамаймыз біз. Үкіметтен, Тоқаев мырзадан басқа еш нәрсе сұрамаймыз. Отырған халықтың аз уақыт ішінде заңдастырып берсеңіздер соған рахмет айтамын. Аз уақыт ішінде дұрыс, аз уақыт ішінде жаңа бұл жақта акимат созып келатыр. Айттым ғой жаңа, бірнеше аким ауысып кетті. Уже бір жыл емес. Қазір сіздер бірінші емессіздер келіп отқан. Қазір сіздерге дейін 10-15 келіп кетті уже. Келеді, болды, келеді, кетеді, анаяқа басшылыққа жетпейді, үкіметке жетпейді. Осы үкіметке басшылыққа жетпейді. Осы жерден айналады да, ана жерден сіздің қызметкерлеріңіз, сіздің еліңіз, сіздің халқыңыз сенімнен шығып жатыр. Қалай ғана ана жерден, мына жерден, Астана, Алматы, басқа қалалардан қалай ғана көтеріліп шықпайды бұдан кейін. Сенімнен мүлде шығып жатсыздар. Кеше берілген уәде бүгін орындалып жатқан жоқ. Сенген Байбегіміздің уәдесі орындалып жатқан жоқ, сөздің шындығы. Ол сізге қандай уәде берді? Қандай жаңағы, міне орындалды деген бір сізге тапсырмаңыз, міне орындалды деген сізге бір неңізді өткізіп атқан шығар, міне тапсырмаңыз. Білмейміз, не сізге тапсырды деп жатыр. Біздің Абзал Шымкентбай нені мен бітірдім деп жатыр. Біз білмейміз. Жаңағында не отчет беріп жатыр сізге. Міне халық шырылдаған, жылаған болып отыр. Бізге тек керегі үйіміздің құжаты заңдастырылуы. Басқа нәрсе сұрамаймыз. Осы барымызға қанағат қылып өмір сүреміз, Тоқаев мырза. Бұл жерде 2009-дан бастап там соғылды. 2009-дан бері үйіміздің крышасы көрініп тұрған үй бұл. 2006-дан ондай қараңыз, міне 2009-да келді. Одан ерте келгендер де бар. Одан да ерте келгендер де бар. Бар, одан бар, ерте. Әнекей көрдіңіздер ма? Бұл мегаполис дейміз, тамаша шын шаһар деп жатамыз. Бұл тек қана ортасы мегаполис шығар. Бірақ мен ойлаймын, міне Шымкенттің мегаполисін қараңыз. Бұл кісілер жүріңіз көрсетіңіз. Міне 2009 жылдан бері бастап, 2009-дан бастап тұрып жатқан тұрғылықты жергілікті тұрғындар міне осындай көшеге де риза. Осындай көшеде лай батпақта жүрсек те мақұл дейді. Су светіне де мақұл деп отыр. Алайда ең болмағанда біздің тұратын үйімізден айырылып қалмайық деген
сіздерге өтініш жасап жатыр. Сонда бұндай мегаполисте бұндай тұрғындар мына лай көшеңеде суың, светің болмай жатса да, енді су свет келіп жатыр екен, бірақ ешқайсы әлі қосылды деген жоқ. Міне осындай жерде мегаполистің тұрғындары осындай жерде өмір сүріп жатыр. Енді олардың бір-ақ қана сұрайтыны тұратын өздерінің жеке басын жағы тамдарынан айырылып қалмасақ екен дейді. Осы мәселеге көмектеспесеңіздер, мен білмеймін, ертең қандай да бір тағы митинг жасап жатса, плакат көтеріп шығып жатса, бәлкім тағы да ондай шығып жатса, ертең онда апарып тек қана сіздер қамауды білетін шығарсыздар. Бірақ халықтың мәселесін, халықтың мін-мұқтажын шешуде, назар аударуда үлкен бір сауап істің, халық үшін, ел үшін жасаған бір еңбек деп ойлаймын. Мен ойлаймын, президент аппаратына бұл мәселе жетті. Мен ойлаймын, бұл Тамара Дүйсеновна жаңағы президент аппаратындағы аға әпкелеріміз бар, тамаша жұмыс жасап жатыр. Президенттің құлағына бұл мәселені жеткізеді. Арнайы Шымкентке комиссия жүргізіп, жұмыс жасай алмай жатқан басшыларға тиісті шара қолданып, бұл мәселелерді оң шешім тауып береді деген соңғы ниетпен сіздерге өтініш жасап, обращение жасап. Мен ойлаймын, бұл мәселе өз оң шешімін тапсын. Құдай қаласа алдағы күндерде біз бұл мәселенің жалғасын